Қайырлы күн достар, бүгін сіздерге өте жұмсақ, үлпілдек және ерекше биік болып пісетін жапон панкейкілерінің рецептісін ұсынамын. Қажетті ингредиенттер: жұмыртқа, қант, ұн және сүт. Ең алдымен жұмыртқаның ақ уызы мен сарысын бөлектеп аламыз. Жұмыртқаның сарысына ұнымыз бен сүтімізді кезектеп, біртіндеп салып араластырамыз. Жұмыртқаның ақ уызына қантымызды біртіндеп салып, миксердің ең жай жылдамдығында бастап араластырамыз. Міне осындай аппақ болып көтерілуі тиіс. Екі бөлікті біртіндеп қосып араластырамыз. Табаны жай отқа қыздырып, қамырымызды саламыз. Мен силикон күрекшесімен 2 қасық салдым. Панкейктің көлемін өздеріңіздің қалауыңызша үлкен не кіші етіп өзгертсеңіз болады.